Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу Бишкек кабар YouTube каналынын ардактуу көрүүчүлөрү. Алыста жактан көрүп жаткан бир туугандар, алаттагыдай сиздер күткөн, сиздер сүйгөн минивэн балаларын көрсөтүүнү улантабыз. Бул жерде Honda Odyssey, Ipsum, Stream, Honda Step, Toyota Alphard, Estima аралаш тартабыз. Эч кайсы 7-6 орундуу унааларды тартабыз. Бүгүнкү күндөгү балары бүгүн 2021 жылдын 1 августу авторунок Бишкек. Бизди биринчилерден көрүп жаткандар болсо, анда каналга жазылганды унутпаңыздар. Колокольчикти басып, лайк басып, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Биз Бишкек шаарындагы ушул баардык унаалардын баларын сиздерге чалдырып берип турабыз. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз баштайбыз. Бул жерде Honda Step Spada ак түстүү, жылы 2003, объем 2, басы $7,500. Бул жерде достор, биз тандабайбыз, кайсы жерде минивэн турган болсо, ошол жерге барып тартабыз. Биз бирөөсү жаман же бирөөсү жакшы деп билбейбиз. Кайсы жерде турган болсо, чогуу аралаш кылып тартып кете беребиз. Бул жерде серебристи өтө абалы жакшы экен. Spada 2 объемдо. Жылы 2003, объем 2. Басы $9,500. Honda Step RF3, жылы 2002, 280 000 км жүргөн, объем 2, басы $7,200. Газ, бензин экенин айтпаңыздар, газ дагы бар экен. Toyota Ipsum, жылы 2003, 2.4, автомат, расход 10.2, басы $6,100. Сыртына кузовтан суроо берсеңиздер, эгер крыло же капотту бамперинде урулган, сызылган жерлери жок, абалы жакшы. Bunun жанында Honda Odyssey 2.3, простой мотор, газ, бензин, 2000 жылы чыккан, басы $3,900. Кара түстө Honda Step Spada, жылы 2005 жылкы, объем 2, мотор коробкасы привозной басылган, басы $7,500. Кара түстө. Бул Spada эмес, под Spada экен. Honda Step RF3, жылы 2002, объем 2 автомат, басы $6,500, номери 709, 70 09 04 деген номерде турат. Toyota Ipsum, жылы 2002, 2.4, 190 000 км жүргөн, басы $6,500. Родной краска дейт, өзүнүн краскасы экен. Монитор бар, задний камерасы бар экен. Задний камерасы бар. Газ дагы бар экен. Бул автоунаанын номерини мен бир аз шашып отуруп, сиздерге туура эмес айтып калдым ошо, дагы бир көрсөтүп коеюн. 705 55 57 75 же 73 бар. 75 экен. Дагы бир кара түстө Toyota Ipsum, жылы 2002, 2.4, автомат, басы $6,000. Номерин жазып алсаңыздар болот. Бул жерде достор Honda Step RF3, автонасы өтө жакшы абалда. Газ, бензин, K20A мотору, жылы 2003, объем 2. Телефон номери 0500 13 10 13 10 41 деген номерде турат. Дөңгөлөктөр ушундай, азыр баасын билебиз. Биринчи сиздерге артынан өтүп, состояниясы боюнча айтайын. Кандай болду экенин суроолор болсо, билип алсаңыздар болот. Бул жерде газ бар экен, Спаданын прибору.
Kim ekan sizlarga? Qancha deb bo'lsa? 7000 dollar deb. 7000 dollar. Bu yerda hozir qordalar ko'rayotgan uchragan men to'sqoldiq qilib qo'ying 7000 dollar deb. Honda Odyssey Prestige 2000-yilgi объем 3 avtomat basi 5500 dollar. Odyssey'nin salonu. Şu zavozga shunday ekan, o'rtasi bir stol. O'zi keyin qo'yilganmi? O'zining saloni shunday ekan. Honda Elysion 3 объем, жылы 2004, 6 силиндр. Алдыңғы бамперінде парктроники бар. 8,5 доллар сұрап жатыр. Есі бұл жақтан бар екен. Қазір есінің номерін сұрап көреміз. Клиенттер қайсы номерге чалыш керек? 500 06 1990. Біраз қатар айтпаса. 500 06 1990. 0500 06 59 90. 19 90. 06 19 90 деген номерге чаласыздар. 3 объем Elysion. Daha bir kanat üstü Honda Odyssey 159.000 km жүрген, жылы 2002-2003 5100 доллар жатады. Honda Step 2001-жылғы объем 2 басы 4,5 доллар. Номері 770 1607 85. 350 мың сомға береді екен де, есі бұл жақта екен. 350 мың сомға берем дейді. Honda Step Spana 89.000 km жүрген, жылы 2003, 2 объем автомат, 9100 доллар. Spadan salon görüyoruz. Toyota Estimo жақша болды. Жылы 2001, объем 3, газ, бензин, 278.000 km жүрген, басы 6300 доллар. Автозапуск бар екен. Şu номерге çalasыздар. Газ дағы бар, газ установка болған. Задний камерасы дағы бар екен. Өзіміздің қырғыз номерде Toyota Alphard 3 объемді, жылы 2002, 174.000 km жүрген. Басы 11.900 доллар, номері 707 22 40 33 деген номерде тұрады. 22 40 33. Алдыңғы терезесінде біраз трещина бар екен. Қалған жақтары жақсы. Toyota Wish Белый жемчуг, жылы 2003, 1.8 автомат, 220.000 km жүрген, басы 6300 доллар сұрап жатыр. Honda Step баклажан түсті, Spana. Жылы 2005, объем 2 газ, бензин, басы 7500 доллар. Газда установка болған. Honda Step Spana, жылы 2004,
116.000 километр жүрген, басы $9.200. Артыңғы бамперінде бұл машинада біраз тиіп кеткен жері бар екен. Қалған жақтары жақсы. Honda Step RF 2 2000 жылы шыққан, объем 2, басы $5.000. Салон шындай көріп қалай? Тұрып жатырмыз. Мына кожа ма же сыртына шындай келген бе? Кожа. Кожа. Чайлер. Арқ беттен де көрсер ол? Ал арт бетінен өтелі. Осында даяр багажник тағым бар. Бұл жақтан көрсек болады екен. Honda Step RF3 серебряный түсті, жылы 2001, $264.000 километр жүрген, объем 2, $6.300. Toyota Alphard, жылы 2006, объем 3, передний привод, $109.000 километр жүрген, басы $13.800. Дағы бір 2.4 объемды Honda Step Spada, жылы 2004, 2.4, басы $9.500. $9.500 деді, азыр артынан да өтіп көреміз. Механикасы бар. Spaданың өзінің оригинал нұсқасы бар. Такси болған емес дейді. Қазір тұтамыз. Такси болған емес дейді. Spaданың состояниясы жақсы ұқсайды. Номерге чалып сөйлесіп көріңіздер.